1С бухгалтерия Қазақстан үлгілік конфигурацияны жаңарту. Бұл нұсқаулық 1С бухгалтерия Қазақстан бағдарламасында типтік конфигурацияны, типовая конфигурация, ешқандай қосымша доработка, разработка, өзгертулер жасалмаған қарапайым конфигурацияны дұрыс жаңарту қадамдарын толық сипаттайды. Барлық әрекеттер сақтықпен және резервтік көшірме жасалғаннан кейін жүргізілуі керек. Назар аударыңыз. Жаңартудан бұрын міндетті түрде деректер қорының және конфигурацияның толық резервтік көшірмесін жасаңыз депті. Енді мен айтайын, біз көп жағдайда осы конфигурацияны конфигурацияны 1С бухгалтерияның конфигурациясын жаңарту деп айтып жатыр Қазақстанда. Соны жаңарту кезінде деректер базасының көшірмесін міндетті түрде жасаймыз. Одан кейін барып жаңартуды жасаймыз. Енді қадамдар жазылған екен. Бірінші қадам деректер қорының резервтік көшірмесін жасау. Соның ішінде администратирование, выгрузить информационную базу, көшіріліп алатын деректер базасына атты береміз, одан кейін күтеміз. Екінші қадам жаңарту файлдарын дайындау. Үшінші қадам конфигурацияны жаңарту процесі. Мына жерде берілген ақпаратты толықтырып, дұрыстап жазып қалдырамын. Блог парақшасы 1С бухгалтерия үлгілік конфигурацияны жаңарту. Енді біз практикалық түрде көруге кірісейік. Мысалы, бізде информационная база ТО Техноказ компаниясының бухгалтерия для Казахстана конфигурациясы бар дейік. Біз оны қазір бірінші 1С предприятие режимінде іске қосып көрейік. Бұл жерде көп жағдайда администратор ретінде жұмыс жасаймыз және администратордың кілт сөзін енгіземіз. Бұл жердегі негізгі көрсетпек болғаным, біздің программа жайында конфигурацияның нұсқасы бухгалтерия для Казахстан редакция 3.054. Ал біздегі соңғы нұсқа қазір бірнеше жаңарып кетті. Енді біз администратор жаңағы жұмыс режимінен шығамыз, одан кейін жаңартуды кірісу үшін конфигуратор режиміне кіреміз. Конфигуратор режимі бұл негізгі осындай жаңарту жұмыстарын, сондай қосымша разработка жасауға арналған нұсқасы екені белгілі. Администраторлар жұмыс істейтін администратор ретінде конфигуратор режиміне кіреміз. Осы жерде сіздерде конфигурация жабық болуы мүмкін. Олай болса, мысалы конфигурация, закрыт конфигурация, одан кейін конфигурация, открыт конфигурация деп басасыздар. Бірінші мәселе деректер базасын жүктеп көшірме жасап қою. Администратирование, выгрузить информационную базу. Бұл жерде деректер базасын қайда сақтағыңыз келеді? Біз мысалы жұмыс үстеліне осы жерде жаңа папка жасаймыз. 1С backup. Одан кейін осы файлға атты береміз. Бұл жерде, мына жерде көрсетілгендей 1С бух, мысалы күнді көрсетеміз. Одан кейін ары қарай жүктеу мәселесіне өзі кіріседі. 1С бух, сақтау. Міне, выгрузка информационной базы басталды. Қазір бізде деректер базасы жүктелуде. Мына жерде жазылғандай файлдық база көлеміне байланысты бірнеше минут алуы мүмкін. Біздің жағдайда тестлік болған соң тез аяқталды. Окей нүктесін басамын. Жұмыс үстеліне келіп, біздің бэкап сақталғанын көреміз. Міне 1С бух бүгінгі күн. Біздің информационная база міне 300 мегабайт көлемінде сақталды. Жарайды, тамаша, біз деректер базасын сақтап алдық. Олай болса, келесі қадам бізге жаңартуларды жүктеп алу. Ол үшін 1С компаниясының мына жерде жазылғандай ресми сайтынан немесе серіктес жеткізушілерден өз нұсқамызға қажетті обновление файлдарын жүктеп аламыз. Көбінесе жаңарту пакеттері архив zip түрінде келеді. Оны ашамыз, ары қарай көреміз. Мен мына жерде мысалы портал 1s.ru деген сайттың мекен жайын терейін. Көп жағдайда бұл ITS-ке түсеміз, яғни портал ITS 1С, информационно-техническое сопровождение, жаңартуларды жүктеп алуға мүмкіндік береді. Ол үшін міндетті түрде login 1s.ru. Сіз 1С бағдарламасын сатып алғанда, міндетті түрге сізге осы 1С ITS-ке логин және пароль беріледі, құпия сөз беріледі. Мен қазір мына жерде біздің компанияның логинін, одан кейін кілт сөзін терейін. Мен оларды әрине жасырып көшіріп қоямын. Сіздер өз керекті данныйларыңызды енгізесіздер. Одан кейін войти нүктесін басамын. Осы жерде біздің бағдарлама қажетті обновлениелерге бірден түсеміз.
Төмен қарай түсетін болсам, типовые конфигурации фирмы 1С для Казахстана, бухгалтерия для Казахстана, редакция 3 дейді. Осыны басамын, соңғы нұсқасы 3.0.64 екенін көреміз. Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0. Төмен қарай түсемін, бұл жерде барлық жаңартулардың тізімін көремін. Біздің нұсқа 3.0.54 болатын. Олай болса, келесі саты бізде 0.3.55. Жаңа парақшада осы редакцияны ашамын, төмен қарай түсіп, дистрибутив обновление деген сілтемені басып, керекті дистрибутивті жүктеп аламын. Дәл осылай барлық қадамдарды бізге қайталау керек. Міне, бізде қазір 55 жүктелуде, одан кейін 56-ны жүктеуіміз керек. Себебі қараңыздар, бұл жерде саты-сатымен көрсетілген. Сізде нұсқа 54 болса, сізде міндетті түрде келесі саты 55-ті орнатасыз. Одан кейін барып 56-ны орнатасыз. Себебі 57-ге көшу үшін сіздің соңғы нұсқаңыз 56 болу керек. Ал 58-ге көшу үшін соңғы нұсқаңыз 57 болу керек. Сол сияқты кез келген сатына өту үшін, мысалы 62-ге өшу үшін 61 болу керек. Мына жерде сіздің конфигурацияңыз 54 болса, бірден 56-ға өтіп секіріп кету мүмкіндігі жоқ. Сондықтан әрбір жаңартуларды жеке-жеке жүктеуге тура келеді. Мен қазір мына жерде 55-ші нұсқаны жүктеудемін. Сол сияқты келесі нұсқа 66. Төмен қарай түсемін, дистрибутив обновление, скачать дистрибутив. Басамын, тағы да екіншісі жүктеледі. Мен енді қазір барлығын жүктеп жатпаймын, тек қана біреуін жүктейін, одан кейін біздің жаңағы 1С бағдарламасының нұсқасын көрген болатынбыз. Бізде конфигурация нұсқасы 0.354 болды, 3.054 болды. Конфигурация. Мына жерден басасақ, информация. Міне, бізде нұсқасы міне 3.054 болатын. Қазір мен 55-ті жүктеудемін. Осының жүктелгенін күтейік, ары қарай көреміз. Қажетті файл жүктеліп болды. Келіп парақшаны ашамын. Извлечь все, барлығын осы жүктелген файлдардың ішіне аша салайын. Міне, бізде update setup файлы пайда болды. Мен осы сетаптың үстінен 2 рет басамын. Жаңартуларды қайда орнатасыз деген қазір бізде терезе пайда болады. Добро пожаловать в программу установки продукта 1С бухгалтерия Казахстан, редакция 3. Установка конфигурации. Далее басамын. Қайда орнатылатыны табылады. Каталог шаблонов. Бұл папканы барып та көрсек болады. Мысалы, қолданушы. Соның ішінде AppData, Roaming, 1С. Біз енді еш нәрсе өзгертпейміз. Мына сілтемені көшіріп алуға да болады, немесе жаттап алуға да болады. Мен әшін жай көшіріп алайын қазір. Одан кейін далее нүктесін басамын. Қажетті обновлениелерді көшіру бітті. Одан кейін мен готово нүктесін басамын. Біздің жаңарту қажетті папкаға орнатылды. Ол папканы көру үшін, мысалы, мен мына жерде жаңағы көшіріп алған сілтемені қояйын. Одан кейін Enter нүктесін басайын. Қараңыз, 1С бағдарламасы, Accounting KZ бухгалтерия Қазақстан. Міне 3.055 жаңартуы осы жерге қазір бізге орнатылды. Енді келесі саты бізде қандай болмақ? Біз 1С бағдарламасының конфигураторына барамыз. Осы жерде конфигурация, поддержка, обновить конфигурацию нүктесін басамыз. Енді поиск доступных обновлений жаңартуларды іздейміз дейді. Біз далее нүктесін басамыз. Біз интернеттен каталогтар тізімін осы жүктемелерден, сайттардан іздегіміз келмейді. Біз бұны алып тастаймыз. Біз бұны келесі папкалерде осы каталог шаблонов орнатылған папка болады дейді. Мысалы, users, алгоритм, AppData, Roaming, 1С. Тура жаңағы папка. Міне, мына папканы қазір ол іздейді. Автоматты түрде өзі бағдарлама. Және біз бағдарламаға жаңартуды дайындап қойдық. Сондықтан табады. Далее нүктесін басамын. Жаңартуды көріп тұр. 55-54-тен кейінгі нұсқасы. Готово нүктесін басамын. Жаңартуды жалғастырамыз. Я деймін. 54-тен 55-ке көшіп жатырсыз. Я. Төмен жағында көреміз. Обновление конфигурация поставщика жүруде. Загрузка конфигурация басталды. Конфигурацияның жаңартуы орындалды дейді. Енді деректер базасының конфигурациясын жаңартқыңыз келеме дейді. Я дейміз. Обработка структуры данных, одан кейін реструктуризация, службы
информационной базы дейді. Мына жерде реорганизация информации, изменение структуры информации, конфигурация дейді. Мынандай жаңартулар енгізілуде дейді. Бұл тізімді бір көзбен жүгіртіп шыққаннан кейін, бұның барлығын қабылдаймыз. Мынандай жаңартулар енгізілуде дейді. Конфигурацияда принять. Болды, осымен бізде конфигурация жаңартуы аяқталды. Для получения подсказки нажмите F1 деп шыққан кезде бізде жаңартулар дайын орнатылып дұрыс болды деген сөз. Енді мысалы мен сұрақ белгісін қоямын және конфигурацияның жаңартылғанын көремін. Одан кейін мен мына жердегі начать откладку кнопкасын басамын. Біздің деректер базасын 1С бағдарламасын қазір конфигурация жасап дұрыс жүктеу үшін іске қосылады 1С программасы. Обновление версии программы. Выполняется обновление на версию 3.0.5 дейді. Бұл деректер базасына сіздің информационный базаңыздың көлеміне байланысты кішкене уақыт алуы мүмкін. Соңына дейін күтеміз. Жаңа нұсқада келген өзгертулер туралы толық ақпарат беріледі. Мына жерде енді біз программа туралы көрсек, конфигурацияның жаңартылғанын тағы да көреміз. Бұл жерде еске сақтайтын бірнеше мәселені ұмытпаңыздар. Мына жерде ақпарат берілген болатын. Қазір төмен қарай түсіп көрейік. Конфигурацияны жаңарттық, барлығын жасадық. Базаны жаңарту және пайдалануға дайындау. Жаңағы откладка дегенді бассақ болады. Жаңарту кезінде пайда болуы мүмкін қателер. Мысалы, версия несовместима. Жаңарту файлы базаның ағымдағы версиясына сәйкес келмейді. Дұрыс файлды таңдаңыз. Жаңа айтып кеткендей, нұсқалардың дұрыс келу керек. Сізде 56 болса 57-ні жаңартасыз, 57 болса 58, осылай сатылап өткен дұрыс. Одан кейін потеря данных қолмен өзгертілген конфигурациялар болса автоматты біріктіру мүмкін емес, қолмен салыстыру қажет. Сіздің 1С бухгалтерия немесе басқа да кез келген конфигурацияңыз ары қарай доработка жасалып өзгертулер енгізілген болса, онда кейбір ақпараттар ол жердегі жоғалып кету қаупі бар. Сондықтан ол жерде сақтық жасап, обновление нетиповой конфигурация сол келесі деңгейдегі видео сабақтарды қарау керек. Одан кейін ошибка компиляция болатын болса, ол жерде модульдерде қате бар. Ол жерде маманның көмегіне жүгіну керек. Кішкене енді әрине сақтық шараларын сақтау міндетті. Пайдалы кеңестерге назар аударыңыз. Көп жағдайда конфигурацияны жаңарту барысында сізде активный пользователь болмағаны дұрыс. Сізде қосылатын қолданушылар болмау керек. Тек қана администратор конфигуратор режимінде кіріп отырады, одан кейін обновление жасайды. Ал тонкий, толстый клиентте басқа қолданушылар ұзақтан 1С базаға кірмеуі керек. Тағы қандай кеңестер берілген екен? Жаңартуды тек қана конфигуратор режимінде жасаңыз. Әрқашан 1С-тің өз нұсқасына релизге сай келетін файлды қолданыңыз. Әрі қарай жұмыс жасамас бұрын файлдың толық жұмысын тексеріңіз деген екен. Конфигураторды жаңағыдай мына жерде отладка кнопкасын басыңыз жаңарту жасалған соң, одан кейін базаның дұрыс жұмыс жасағанын тексереміз. Так, жаңартудан кейін міндетті түрде тестілік енгізулер жасап көріңіз. Құжат қосыңыз, есеп тексеріңіз. Осындай жаңартудан кейінгі әрине тексеру жұмыстарын жасайсыз. Егер барлық қадамдар дұрыс орындалса, сіздің 1С бухгалтерия базаңыз жаңартылып дайын болады. Көп жағдайда аса қиындық жоқ. Осылай конфигурацияны біз жаңартып жатамыз. Сіздерде жаңартуға толықтай мүмкіндіктеріңіз бар.